Еліміз алғаш егемендік алған жылдары Павлодар облысының тарихында аты алтын әріппен жазылған Қазақстан мұсылмандар әйелдері лигасы облыстық филиалы қазіргі Нұрана әлемі бірлестігі бүгінгі күні 30 жылдық мерейтойын атап өтіп отыр. 1991 жылы 13 маусымда өткен құрылтайда білікті ұстаз Зара Қабдешқызы бірлестіктің төрайымы болып сайланды. Осы уақыттан бастап егемен елдің тарихы мен тіршілігі лиганың қызметімен біте қайнасып жатты. Негізгі мақсат қазақ халқының әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін жаңғырту, мәдениеті мен тарихын зерделеу, жас ұрпақты ұлтжанды адамгершілігі мол етіп тәрбиелеу. Облыс жұртшылығына кеңінен танымал Аруана жеңеше ансамбльдері беделді сахналардың көркі бола білді. Ансамбльдің құрамында өңірдің мәдениет, денсаулық сақтау және білім беру саласында көп жыл қызмет еткен зейнеткерлер кірсе, көркемдік жетекшісі Асан Әбді Кәрімов болды. Репертуарында 70-тен аса туындысы бар өнер ұжымы облыстың елді мекендерінде жетімдер үйі, қарттар үйі, ардагерлер үйіне барып, қазақтың ұлттық санасын жаңғыртып, салт-дәстүр сабақтарын ұмыт бола бастаған тұсаукесер, бәсіре, бесікке салу тағы басқа дәстүрлерді театрландырылған көрініспен қойып отырды. Облыс тұрғындары қыз сыны, келіндер сайысы, қыз ұзату, қыз балаға өкілі бөрік кигізу сияқты ұмытып бара жатқан дәстүрлерді ерекше сағынышпен еске алады. Ақ жаулықты әжелердің ұрпақ тәрбиесіндегі атқарған ауқымды істерін бір мәтінге сыйғызу мүмкін емес. Орталық алаңдағы ұлттық бояуы қанық әз наурыз, саябақтағы қымыз мұрындық мерекелер туралы республикалық, облыстық Сарыарқа самалы газеттері жарыса жариялап отырды. Соның ішінде Қазақстан әйелдерінің съезін атап өтуге болады. Ал бүгінгі күні сол ақ жаулықты аналардың салған жолын Нұрана әлемі қоғамдық бірлестігі жалғастырып келеді. Орталықта келіндер тобы, Нұр болашақ жастар бірлестігі, вокалды ансамбльдер жұмыс істейді. Облыстың барлық қалалары мен аудандарындағы филиалдар ауқымды шараларда қайырымдылық акцияларын, атаулы мерекелер мен ұлттық қолөнерді насихаттайтын шеберлік сағаттарын өткізіп отырады. Елімізді жайлаған карантин уақытында бірлестігі аналары облыс тұрғындарына қолдан келгенше көмек көрсетіп, өз қаражаттарына тонометр көп балалы отбасыларға азық-түлік себеттерін берді. Сонымен қатар өздерінің ардагер ақсақалдары мен әжелерін қамқорлыққа алып отыр. Осы жылдың 12 қазанында дарынды балаларға арналған Абай атындағы нөмірі 10 мектеп-лицейінде лиганың негізін қалаушы, педагогика саласының үздігі Зара Қожахметоваға арналған ескерткіш тақта ашылды. Осындай ақ әжелердің қатысуымен өтіп жатқан игі шаралар болашақта да жалғасын тауып, облысымыздың мақтанышы болар парасатты әйелдер қатары арта берсін. Артынан өшпейтұғын із қалдырған асыл қазыналарымыз, жақсылықтың жаршысы болған аналар қауымы әлі де қоғам дамуына өз үлестерін қоса берері анық.